қайтадан бітіріп. Жоқ, это будет типа, знаете, бэкстейдж, анау-мынау, неудачные дубли. Тогда просто учитель, да? Просто физика пән. Жай мұғалім, ғылымды магистрліктен түсіп қалдық. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде қонақта физика пән мұғалімі Саматова Гүлжаз Саматқызы. Жоқ, күлкіңіз тұра берсін. Ладно. Себебі подкаст бұл интервью емес, ол еркін формада жүреді. Сол менде бірінші сұрақ. Неліктен сіз мұғалім мамандығын таңдадыңыз? Неліктен физика мұғалім таңдадыңыз? Негізінде ең алғашында біз 2012 жылы бітіргенде физика мамандығы өте жоғарғы техникалық мамандықтардың бірі болды. Физика таңдайтын және редко таңдайтын. Содан кейін біз физиканы таңдадық, ауылдық жерде бітірдім. Универға, бірақ та физика мамандығына емес, ең бірінші негізі мен музыкаға түстім. Одан кейін музыкант. Музыка және шығармашылық емтихан тапсырып, соған грантқа түскенмін. Так. Одан кейін біз көпбалалы семья болғандықтан ауылдан грант бөлінді, әкім гранты. Соған да тапсырып көрдік документті. Содан сол әкім грантынан мен физика мұғалімдігіне ғана бар екен, математика және физика. Сосын физикасына түстім. Физика таңдадық. Қай универді бітірдіңіз? Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Күшті. Неліктен сіз физика мұғалімі болып таңдадыңыз? Жоқ. Неліктен алгебра емес, геометрия емес? Физика негізі. Мектептегі мұғаліміміз қызықты болған. Бізде физиканы жақсы берген мұғаліміміздің несі бәрі күшті болатын. Берген кездегі сөйлеген сөзі, өзінің түрі, в общем, ол кісінің өмірі, жалпы сол кісіге қызығып өсетінбіз. Енді сол кездегі беделді кісілердің бірі болған ол мұғалім. Содан кейін біз енді соған қарап өстік. Сондықтан физика мұғалімдігіне барамын деп. Жалпы физика көп қызықтық. Математикадан қарағанда маған физика жақынырақ болды. Сол үшін таңдадым. Өйткені менде екі выбор болды ғой. Не математика мұғалімдік, не физика мұғалімдік. Физика мұғалімдігіне тапсырдық. Негізі әнші болу керек болатын. Кім? Негізі әнші болу керек болатын. Әнші балапан 2014. Иә. Негізі Саматова Гүлжаз Саматқызы деп неден қарасаңдар Гуглдан. Сол кезде шығады. Иә, мен жетістіктерім шығады. Қарасу ауылында бірнеше үлкен конкурстар болғанда өлеңдерден бірінші орын алған, екінші, үшінші орын алғанда шығады. Видеода ставка болады Гуглдан. Жазып көрдім. Еще инстаграмыңыз шығады. Иә. Подписываемся. Хорошо, подписывайтесь. Сіз мектепте өзіңіз қандай оқушы болдыңыз? Мектепте мен активистка болдым. Барлық шараларға қатысып жүрдік. Ән айттыңыз? Иә, өлең айттым. Ең главное, мен ән айтатынмын. Би билейтінбіз, өлең айтатынбыз, конкурстарға дайындалатынбыз. Негізінде кішкентай кезімнен бастап өлең айттым. Жаңа жылды ашатынбыз, наурызды ашатынбыз, жабатынбыз, сол кезде жүретінбіз. 4-5 күн бойы, сол бізде жаңа жыл мерекесі 4 күн бойы тойланатын. Сол кезде 4 күн бойы ең алғашқы ашылуын жаңа жыл деген өлеңмен бастап ашып беретінмін. Одан кейін конкурстар болса да, алғайда мен қатысатын, мен өлең айтатынбыз. Сол үшін бізге айғайлап отырдыңыз ғой. Мұғалім күндерінде қыздар дауыстарында дедіңіз. Иә, мен енді сол жақынырақ өлеңге дайындаған, ән айтқан жақынырақ болғандықтан, сосын андай бір нотасынан кетіп бара жатып, бір өлең айтып нетіп отырады ғой, сол кезде нервім ауырады, жөндегім кетеді. Нотадан шығып кететін адамдарды. Например, мен. Иә. Жақсы. Бірақ сіз физика мұғалім болғандықтан, сіз еще сынып жетекшісіз. Сынып жетекшісімін, иә. Сіз өзіңіз классыңыз ұнай ма сізге? 11-м. Қазіргі 11-ші М классы әрине ұнайды. Қайсысы көбірек ұнайды? Әсіресе Наргизді. Қайсысы көбірек ұнайды? Бұрынғы класс па әлде? Бұрынғы класстарым бар. Ең алғашқы классымды 20-ші мектепте болған. Ахмет Байтұрсынов атындағы 20-ші мектепте 7-ші сыныпты берген. Бірақ ол кезде жас болдықта, бірақ ол сынып өте тентек сынып болған. Соны олар кішкене маған енді
как-то қатты қабылдамадым сынып ретінде. Ол кезде жастау болдық та, сыныпты қатты қабылдамайтынбыз. Енді одан кейін осында келген кезде 2021 жылы 9 Ж классын берген. Оларды да тоже до конца аяқтатпай 9 класстарын кетіп қалғам. Енді 11-емде 2 жыл келе жатқандықтан олар маған тіпті ыстығырақ. Спасибо. Оқушыларыңызды жақсы көресіз бе? Әрине жақсы көремін барлығын. Ұрса аман айғайлаймын, бірақ та болашақтар үшін барлығы. Все біз қандай жалпы балаға қарап отырып болашақты көре аламыз ғой мұғалімдер негізінде. Енді уже біз 9 жыл болды ғой. Балалармен жұмыс істейсің, балалардың психологиясын жақсы білесің, чтоб сабақты да білсін, и бізді де есіне алсын деп. Сондықтан ұрсамыз әйтпесе көп ұрыспаймын. Больше күлем десеңізші. Больше күлеміз. Онда келесі сұрағым, оқушылар қойған ең қызықты сұрақ бар ма? Есіңізде? Оқушылар қойған ең қызықты сұрақ? Немесе ең қызықты айтқан нәрсе сізге айтқан? Көп нәрсе айтады ғой маған. Көп нәрсе айтады. Білемін. Өзім көп нәрсе айтам. Иә, көп нәрсе айтады. Что-нибудь законное можно? Законное дейсің ба? Мүмкін физикаға қатысты. Все-таки физика мұғалімсіз ғой. Негізінде қазір ғылыми жобамен көбірек айналысады ғой мектептерде. Бірақ 20-шы мектепке ең алғаш барған кезде зауч сабаққа кіреді. Сол кезде бір бала сұрақ қойды маған. Қандай тақырып өттік біз? Математикалық маятник, тербелістер, периодтар деп соларды айтқанбыз. Сол кезде сол баланың бір сұрағы ойландырған. Жер жүзі өзін не деп айтады? Не деп айтады? В общем, бір қызықты сұрақ қойған. Ұмытып қалдым бірақ. Не тұрау? Біз период толық бір айналып жасауға кеткен уақыт дедік қой. Енді жер жүзін толық бір айналып, күн айда бүйтіп айналып өтетін уақытын білеміз. Бірақ та ол басқандай бір сұрақ қойды, бір жанама түрде сұрақ қойды. Точно сұрағын ұмытып қалдым, бірақ та андай бір тереңдетілген түрде болған. Жауап бермедіңіз бе сонда? Жоқ, жауап беруге тырыстым, бірақ нақты жауап бермедім. Оны бір ғылыми жоба ретінде тереңдетуге болар еді. Өйткені зауч айтты, балалар жоғары деңгейде сұрақтар қоя бастады деп. Значит, балалар физикаға қызықты деген сияқты айтты. Енді ол кезде қатты нетмедік. Ұмытып қалдым бірақ сұрағын. Қалай еді? Оқушылар физикадан қай тақырыптан көбірек қорқады? Оптикадан қорқады. Көбінде оптикадан қорқады. Неге? Өйткені оптиканың жалпы негізінде оптиканы көп адам тез қабылдай алмайды. Себебі жинағыш линза, шашыратқыш линзалардың формулалары әр кезде әртүрлі болады да. Одан кейін линзалар жақындатқанда, алшақтатқанда, фокустары дегенде кітей формулалардан қателеседі балалар. Содан кейін линзалардың түрлерін дұрыс ажырата алмайды. Осы кезде барлығы қиналады. Осы тақырып көбінде қинайтын тақырыптар. Одан кейін магнетизмнан қиналады. Ол жерде оң қол ережесі, сол қол ережесі бір-біріне ұқсас. Содан кейін екеуін бір-бірінен ажырата алмай жатады. Осыдан ғана қиналады, қалған тақырыптар негізі жеңіл. Ол ұбт-да болатын Иә, тақырыптар ма? ұбт-дағы нағыз болатын тақырыптар. Кішкентай класста? 7-8. 7-ші класста Көп қиналмайды десеңізші. 7-ші класста негізінде ХБЖ жаттағанда қиналады олар. Сантиметрді метрге, миллиметр квадратты метр квадратқа ауыстыру, осы жерін шатасады олар. Математикасы жаман болса, иә. Одан дәреже көрсеткіштерінен шатасады. 7-ші класста сол болады. 11-ші классқа дейін бірақ сол проблемамен келеді негізінде. 8-ші класста оптика, 9-ші класста қиналатын тақырыптары бұл атомдық физика. Химиямен байланысты атомның ядроларының ыдырауы деген жерде осыдан қиналады. Жартылай ыдырау деген сияқты тақырыптан. 10-ші класс өте ауыр болады. Ол жерде инерциялардан көп қиналады. Сізге ең қиын тақырып қандай? Маған қиын тақырып инерция. Негізінде күш моменті, инерция деген тақырып өте ауырлау болады. Өйткені ол инерцияны сен тек қана бір бағытта қолданбайсың. Ол ұзын шарғы үшін, жіңішке шарғы үшін, шарғының 1/4 бөлігі үшін деген сияқты көп болады ода.
сондықтан шатасып кетуі мүмкін, шығар үшін болады. Сол жерден өзім де шатасып кетемін кейде. Мен тоже. Бірақ мен білмеймін. Бірақ мен ол тақырыпты да білмеймін. Да. Келесі сұрақ. Айта. Мұғалім болудың ең қиын жағы қандай? Мұғалім болудың ең қиынғы жағы. Еще раз можно перезнать. Кто? Еще раз. Мұғалім болу ең қиын жағы қандай? Мұғалім болудың ең қиын жағы бірінші балалармен, ата-анамен тіл табысу өте қиын. Ата-аналар қазір балаларын көп нетеді, көп жақтайды. Одан кейін еркелетеді. Ол бала мектепте бөлек, үйде бөлек екенін енді ата-аналар көбінде ескере бермейді. Қосымшаға барды дейді да, қосымшадан кейін ол керемет вундеркинд болып кетеді деп ойлайды. Бірақ олай емес. Әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Әр баланың өзінің маман несі болады. Мысалы, біреу математикаға жақсы, біреу география. Солай, иә. Әркім әртүрлі. Қанша жаратылыстану жағын, биологқа қанша физиканы айтсаң оқымайды. Биологиялық жағын ұғады деген сияқты. Одан кейін көбі отчет көп, қағаз көп. Үйіңе барып ұйықтамайсың, то есть үйіңе барып тамақ істеп қайтадан сол 24 сағат вообще мұғалімдікпен айналысасың. Ол ата-анасы звондайды саған, балалар звондайды, анасы жоғалады, мынасы жоғалады, разборка болады. Одан кейін сөз естейсің. Басшылықтан сөз естегеннен кейін өзің стрессқа түсесің, бірнеше күн ол денеңнен кетіре алмай жүресің. Сол сияқты енді мұғалімдік өте ауыр. Ол сынып жетекші ретінде, иә. Мұғалім ретінде де солай ата-аналар түнімен жазатын, звондайтын ата-аналар болады. Баға үшін бе? Баға үшін. Там можно вырезать, наверное, не знаю. Онда келесі сұрағым, егер мұғалім болмағанда қандай мамандық таңдар едіңіз? Мұғалім болмағанда әнші болар едім. Точно? Сахнаны таңдаушы едім, иә. Негізінде сахнаны таңдаушы едім. Сахнаға шыққан, ән айтқан, қазіргідей қорқақта қалыппын. Негізінде сондай ұнайды маған. Сценкада жүрген, жақсы киініп, сөйтіп жүреді ғой енді. Сосын андай бір форумдарға қатысып өлең айту деген сияқты сондайлар ұнаушы еді маған. Иә. Это грустно. Өзіңізді 17 жастағы кезінде қандай кеңес берер едіңіз? 17 жастағы? 16-17. 16-17 жастағы болатын болса, мен ол кезде универдің бірінші курс студенті болғанмын. Өйткені мен өзімнен бір жас үлкендермен оқығанмын. Ерте барғанмын көп, неге сабаққа. Онда 15-17. 15-17-ге көбірек өзіңнің сүйікті мамандығыңды таңдау керек деп ойлаймын негізінде. Жүрегің қалаған мамандығыңды. Бірақ енді мен мұғалімдікке келгенде өкінбеймін. Мен әнші болмадым деп өкінбеймін. Өйткені қазір енді әйел адам болғандықтан анда-мында сахнада жүре алмайсың ғой, отбасың бар деген сияқты. Сондықтан енді осы спокойный жұмыс мұғалімдік деп ойлаймын енді. Жалпы. Спокойный? Енді үй іші үшін енді, отбасы жағдай үшін. Бірақ та табыс жағынан әрине. Иә. Табысымен несі совпадать етпейді мұғалімнің жұмысы. Егер сіз әнші болсаңыз, қандай ник болушы едіңіз? Или де Гүлжаз Саматқызы болушы? Иә, Гүлжаз Саматқызы мүмкін ауыстырар ма едік бір Гүлжаз XX. Иә, ССС. Гүлжаз ССС болушы еді. Жақсы, онда рахмет апай келгеніңізге. Көп рахмет саған да. Сәттілік. Всем пока.